Мереке қарсаңында 100 оқушы бір мезетте күй орындап ұлттық өнерімізді дәріптеді. Қордайдағы саябақтардың бірінде өткен іс-шарадан әріптесімнің бейне материалы. Мерекелік іс-шараға ауданға қарасты ауылдық мәдениет үйлеріндегі домбыра үйірмелерінің тәрбиеленушілері мен өнер мектептерінің оқушылары қатысқан. Олар көпшілік алдында қазақтың халық күйлерін орындады. Кейін концерттік бағдарламаны мәдениет үйінің өнерпаздары жалғастырды. Бүгінгі қазағымыз ұлттық домбыра мерекесі құтты болсын. Бүгінгі біздің мына мерекеде домбырашыларымызды 100 бала домбырашылар бүгін мерекеге қатысуда. Әбдімомын Желдібаевтың күйі Ерке Сылқым күйін бір мезетте біздің 100 баламыз орындап жатыр. Бұл ауылдық мәдениет үйлерінің үйірмелері, Жамбыл ауылы және жеке мектептер бар. Қордайдағы өнер мектебінің оқушылары, Қайнар өнер мектебінің оқушылары бар. Қоса кетейік, концерт барысында ұлттық өнерді дамытуға үлес қосып жүрген ұстаздар мен күйші өнерпаздар аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар кейінгі ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығын арттыруды мақсат етеді дейді. Енді осы сәтті пайдаланып, барша нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Домбыра ұстап жүрген жүрегі қазақ домбыра деп соққан әр қазағымызды осы бүгін керемет мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі алған марапатымыз, аудан әкімі Бекзат Сесенқұлынан алған марапатымызға алғысымызды білдіреміз.